Алексей Кралин атынан Авағатаға агроскола музейе нехлек бир кен тутутунан болар. Музей Зоя Никитина салаячылақ туризм курогын оғыларын көмөлөрүнөн 1905 сыллаха сколага кырайы үйертер муннугу тарияғаттан үлелер. Билигин музей экспоната өссө билен нехлек ылжытарын сәләридинлар. Сахыл сылгыттёрдон сылыгар Захаров Константин Егорович музей теребит оскола коллектива барыта көмөлөннөр. Онтон бу музей үлели турар. Бу музей бит боланда 5 разделлар: этнография раздела, оскола историята, тыхайстывытын историята, гражданский сери, агадөйдө серитеден бу абаган нехелеген олоктуактан тоһунан барыта катысканын көстөн турар. Музейинен хастасылын музейное дело кургок үлелер. Кургокка скола үрнәчилері нәхилектерин историятын биллилях жонун экспонаттарын үйретелер. Динехеха этнография віздеуін кәпсияқпын бағалабын. Этнография віздеугі абасывығы көстебет кылан оқтаба балы. Бизон төбетін оқтаба, тюлях насабық, сототун оңуға, таяқ таба мостаба. Төрдүс класс үрнәчиста Айлана Конникова биги устар бөлөктүгөр осколатын, онна нәхилек тытын хайыстатын сайдытын историятын кәпсәдән. Южуга сага серигер сияттан полисинайдар калема буттара кинелер оттоларган Марк Андреевич Нарансон абагага табалар ден серга алар бута кине жугастагы гыллар оголарын Ағырға, сотырға, сүрияға йөріп біта, осколы тұтутын тұрасыда. Онтон Аделена Колесова абаға атырбыт сағыл-сығы кыргыһытын геройдарын туһунан сырдаттам. Гражданский сери кемигер абаға уапсая уантет улахан онна кара серилер болбуттара. Олардың сами улаханнара сағыл-сығы серите. Сағыл-сығы серите төнче таусы сүрбе үс сыл, олыны уаны үс күніттен қолын тұтар үс күнгердері болбута. Абаға хорсын пейнердарын туһунан Борис Марин сихли кепсәдәм. Тынчы тоғысы сүрбе әтті сыллаққа үріннер тавақтарын әкіретіген қораттан абағаға кығыл әтірет кәлбет. Абағаны көмес күй қалбыт жанларға оскола оғыларыттан оң пионері талбыттар. Бу курдук оғылар осколаларын, нәхилектерин историятын біле ладаллара хайғабыллақ. Onun oskola muzeye össö sayda, çeçeri, sedах экспонаттары әлби тураларыгар бағарыған. Саңа күнганан Тамара Сметанина, Илья Лыткин.